заңда бекітілмеген, бірақ ережеде бар. Егер жаңағындай бір амал жоқ жағдай болса, үйді де бұзып өтетін жағдай бар олар. Ол қабырғаны да бұзатын жағдай бар. Бірақ ереже заңнан жоғары емес. Ереже заңнан жоғары емес. Бұл жерде басқа жерде жатыр. Соттаса жеңіліп қалуы мүмкін. Басқа жерде жатыр шаруа. Бұл жаңа көлікті айдап келе жатқан өрт сөндіруші айлы 150-200 мың айлық алады. Ол ертең біреудің 50 миллион, жаңағы даже 10 миллион тұратын көлігін соғатын болса, ертең жеке қалып қояды да, үкімет ол жерге араша түспейді. Ол сол жерде жатыр да мәселе. Үкімет өз тарапынан мемлекеттік қызметті атқаруға жібердің ба, бұған толығымен араша түсіп, ертең оның қауіпсіздігін және қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл осы шаруаны шешуіміз керек. Менің ұсынысым осы жерде жатыр. Бұны қалай шешеміз? Біз мысалы үшін дәрігерлік қателік шаруасын бұрын тек қана дәрігерлік қате жасалып адам өліп кететін болса, оның үстіне қылмыстық іс қозғалып, оны міндетті түрде отырғызатын еді. Ол қандай квалификациялы мықты маман болса да, ол міндетті түрде жаңағындай шеттетілетін жұмыстан және жаңағындай енді жасаған кінәсіне қарай оның жауапкершілік тартылатын еді. Қазір мысалы үшін дәрігерлерге біз мынандай сақтандыру жасадық. Мемлекет өз тарапынан ақша төлеп тұрады сақтандыруға. Өйткені жаңағы дәрігер адамның жаны үшін толық 100% шайқасу керек. Ол басқа ойда тұрмау керек, иә? Ол ертең мен соттайды, мен балаларым қайда болады деген жоқ. Үкімет бұған кепілдік беріп отыр. Сен басты мақсатың адамның жанын сақтау. Барда жұмысты ештеңе уайымдама деп біз дәрігерлерге мүмкіндік жасап бердік. Тура солай өрт сөндірушіге сенің мақсатын өртті сөндіріп, ана жақта адамды құтқару деген біз мақсатты қойсақ, басқасына сен алаңдама, үкімет саған кепіл береді. Жаңа материалдық құндылықтарға да, басқасына да саған үкімет кепіл береді. Сен ештеңеден қорықпа, сенің мақсатың өрт сөндіру, адам құтқару деп жасап берсек заңда, осы призманы, осы философияны салып берсек, ешқайсы бұл жерде қарамайды ештеңеге. Сосын анау көлікті қойған азаматтың да жауапкершілігі дұрыс емес қой бізде, 15 МРП төледі.